Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндерің сәтті өтсін достар. Бүгінгі тақырып Айнұр Тұрсынбаева, оны бастамас бұрын каналға тіркеліп лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Ал кеттік. Ең кедей отбасыда өстім. Айнұр Тұрсынбаева жеке өміріне қатысты тың мәлімдеме жасады. Айтыскер ақын жастай жоқшылықта өскен, айтып көрген қиыншылығын баяндады. Адам бақытсыз болып немесе кедей болып тумайды. Кез келген адам бақытты байып болуға хақысы бар деген Тұрсынбаева әрекет еткен адамның қандай да тығырықтан жол таба алатынын жеткізді. Мәселен, бүгінде ел білетін айтыскер танымал блогер Тұрсынбаева бір кездері өз ауылында ең кедей отбасыда тәрбиеленген. Менің жеке өмірім, тарихымды көп адамдар біле бермейді. Мен біздің Көкжар ауылында ең кедей отбасыда өскенмін. Пойызға алғаш рет 12 жасымда міндім. Оған дейін тіпті кәдімгі Жигулиге мініп көрмегенмін. Тек сары автобуспен жүретінбіз. Апам ауылда ішек-қарын тазалап ақша табатын. Мектепке киетін форманы алатын ақша жоқ. Бір форманы 4 жыл кигенмін. Бойым өсіп кеткен, көйлек сыймай тырысып тұрады. Қимылдасам сөгіліп кете беретін. Пимам болатын, көп сырғанаған ескіріп кеткен, табаны тесіліп қалған. Осы пиманы 2 жыл жүрдім киіп. Шылқылдаған су, қақаған аязда тапқан ауру ревматизм. Әлі күнге дейін күн бұлттанса аяқтарым қақсап кетеді. Бір күні сабақ өтіп жатқанда бір апай кіріп келді. Осы класста мұқтаж оқушы бар ма деді. Мұғалімнен бастап бүкіл класс маған қарады. Я, бар, Айнұр Тұрсынбаева ол. Оның пимасы пальтоны жыртық деп шулап кетті оқушылар. Содан бастап маған жыл сайын мектептен арнайы киім берілетін болды. Жап жаңа етік пен әдемі пальтоны бірінші рет сол кезде кидім. Мен сол жағдайдан шықтым дейді Тұрсынбаева. Бүгінде ел білетін қанымға айналған айтыскер көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созуға асығады. Айтуынша, ол адамдардан өзін көреді, алайда әрбір мұқтаж жан қарап отырмай қиындықтардан шығатын жол іздесе екен деп тілейді Айнұр Тұрсынбаева. Қазіргі уақытта Айнұр Тұрсынбаева Меккеде жүр. Сіздерге сәлем жолдайды. Барлығымыз сол жаққа баруды Алла нәсіп етсін. Daha fazla bilgi için kabin ekibiyle iletişim kurabilirler. Bir ұшақта, bir самолетте кімдер отыр деп ойлайсыздар? Әрине, бірінші күйеуімді көрсетіп қоямын. Сосын, та-да, мынандай кісілер екеуі бірдей болып отыр ғой. Қабыл болған қажылық болсын, иншалла. Сосын мынандай звездалар бар, кеше ғана тойлар өткен. Қабыл болсын. Рахмет.